Сәлем достар, бүгін біз сіздермен пахлава дайындайтын боламыз. Негізгі керек ингредиенттер: 4 жұмыртқа, 200 грамм сметана, 250 грамм қант, 450-500 граммдай ұн, 180 грамм маргарин. Маргариннің орнына қалауыңыз бойынша сары май пайдалансаңыз болады. 15 грамм разрыхитель және тұз. Видеода көрсетілмей қалған 300 грамм жаңғақ пен 50 граммдай бал қажет болады. Керекті ингредиенттерді дайындап алдық, енді іске кірісеміз. 4 жұмыртқаны 2 бөлек ыдысқа сарысы мен ағын жеке-жеке бөліп аламыз. Жұмыртқа негізінен С0 немесе С1 категориясында болғаны дұрыс. Сонда сіздің қамырыңыз әдемі болып, жақсы болып көтеріледі. Жұмыртқаның сарысын қамырға пайдаланамыз, ал ағын арасында болатын начинкаға пайдаланамыз. Жұмыртқаның біреуінің сарысын бетіне жағуға алып қалдық, ал қалған үшеуін қамырға пайдаланамыз. Сметанасын саламыз. Майды микроволновкаға ерітіп, сұйық күйінде қамырға араластырамыз. Жақсылап араластырып, тұзымызды саламыз. Видеода көрсетілгендей ұнды аздаған бөліктерге бөліп саламыз. Себебі қамыр кейде қатты немесе жұмсақ болып қалуы мүмкін. Оның негізгі себебі ұнның сортына байланысты. Қамырдың жалпы қаттылығы орташа тығыздықта болуы керек. Қамыр дайын болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамыр дайын болғанша начинкасын жасауға кірісеміз. Кейбір жерлерде безе деп атайды. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Және де қантты порционды түрде аздап салып отырамыз. Егер бірден қантты салып жіберсек, безе формасын ұстамай сұйық болып қалуы мүмкін. Ал бізге ол барынша қатты болып формасын ұстағаны дұрыс. Мінекей видеода көрсетілгендей безе осылай формасын ұстауы қажет. Енді начинкаға арналған 300 грамм жаңғақты майдалауға кірісеміз. Майдалау үшін негізінен мен терканы пайдаланамын. Сіз блендерді пайдалансаңыз болады, немесе мясорубкадан өткізуге болады. Дайын болған қамырды холодильниктен шығарып 3 бөлікке бөлеміз. Бір үлкен бөлік, екеуі кішірек бірдей бөлік. Ең үлкен бөлігін біз пахлаваның ең соңғы астыңғы қабатына пайдаланамыз, ал қалған 2 бөлік ол ортаңғы және жоғары қабаттарына. Ең бірінші пахлаваның ортаңғы қабатын жайып, жеке өзін пісіріп аламыз. Мінекей ортаңғы қабаты дайын, енді пахлаваны жинауға кірісеміз. Видеода көрсетілгендей безенің үстіне жаңғақты сеуіп, ортаңға піскен қабатын қойып, оның үстіне қалған безенің соңғы бөлігін құйып, және де жаңғақты себеміз. Қамырдың қалған ең соңғы бөлігін бетіне жауып, шет-шетін әсемдеп шығуға болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне осындай пышақпен аздаған із қалдырамыз. Әсемдеу үшін және піскеннен кейін осы із бойынша кесеміз. Мінекей әсемдеп болдық, енді печкаға жібереміз. Пісерден 5 минут бұрын бетіне бал жағамыз. Балды микроволновкаға ерітіп алыңыз, сонда жағуға өте ыңғайлы болады. Мінекей біздің пахлавамыз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.